Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін ажырату, бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеу, екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілі арқылы шешу, шешімін нақты көрсету. Оқушылар, алдымен өткенді қайталап алайықшы. Берілген теңдеулер жүйелерінің ішінен сызықтық емес теңдеулер жүйесін теріп жазайықшы. Тапсырманы орындаған оқушылар, жарайсыздар. Ендеше жауабын бірге тексерейік. Берілген 5 теңдеулер жүйелерінің ішінен сызықтық емес теңдеулер жүйесі тек екеу екен. Жауаптарыңыз сәйкес келсе, өте жақсы. Екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешудің 4 тәсілі бар. Олар алгебралық қосу тәсілі, алмастыру тәсілі, графиктік тәсіл, жаңа айнымалыны енгізу тәсілі. Біз алгебралық қосу тәсілімен алдыңғы сабақта таныстық. Бүгінгі сабақта өтетініміз алмастыру тәсілі. Алмастыру тәсілінің алгоритмімен танысайық. Бірінші, жүйенің кез келген теңдеуіндегі бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеу. Екінші, алынған өрнекті екінші теңдеудегі айнымалының орнына қою. Үшінші, шыққан бір айнымалысы бар теңдеуді шешу. Төртінші, екінші айнымалының сәйкес мәнін табу. Бесінші, жауабын айнымалылардың мәндері болып табылатын сандар жұбының жиыны ретінде жазу. Екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешудің алмастыру тәсілінің алгоритмін қолдануды мысал арқылы қарастырайық. Берілген мысалдағы бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеп аламыз. Мына жағдайда бірінші жолдағы теңдеуді x тең 13 азайтылған 2y арқылы өрнектейміз. Алынған өрнекті екінші теңдеудегі айнымалының орнына қоямыз. Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуіміз минус 2y квадрат қосылған 13y азайтылған 15 тең 0-ге. Бұның дискриминанты 49-ға тең, сәйкесінше айнымалының мәні 5 және 1,5. Осы шыққан айнымалының мәндерін екінші жолға жазып, бірінші жолдағы өрнектегі белгілі мәндерді y-тің орнына қойып, екінші айнымалы x-тің сәйкес мәнін анықтаймыз. y1-дің мәні 5-ке тең болған жағдайда x1-дің мәні 3-ке тең, y2-ның мәні 1,5-ке тең болған жағдайда x2-ның мәні 10-ға тең. Жауабын сандар жұбы арқылы көрсетеміз. 3-те 5 және 10-да 1,5. Екі айнымасы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілі арқылы шешудің тағы бір мысалын қарастырайық. Берілген мысалдағы бір айнымалыны екінші айнымалылар арқылы өрнектеп аламыз. Мына жағдайда екінші жолдағы x тең 2 қосылған y арқылы өрнектейміз. Алынған өрнекті екінші теңдеудегі айнымалының орнына қоямыз. Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуіміз y квадрат қосылған 2y азайтылған 35 тең 0. Бұның дискриминанты 144-ке тең. Сәйкесінше айнымалының мәні минус 7 және 5. Осы шыққан айнымалының мәндерін бірінші жолға жазып, екінші жолдағы өрнектегі белгілі мәндерді y-тің орнына қойып, екінші айнымалы x-тің сәйкес мәнін анықтаймыз. y1-дің мәні минус 7-ге тең болған жағдайда x1-дің мәні минус 5-ке тең, y2-ның мәні 5-ке тең болған жағдайда x2-ның мәні 7-ге тең. Жауабын сандар жұбы арқылы көрсетеміз. Минус 5-те минус 7 және 7-те 5. Тапсырма. Берілген екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарыңыз. Бәрекелді. Орындаған оқушылар, жарайсыздар.
Ендеше жауабын бірге талдайық. Бірінші теңдеулер жүйесінің екінші жолындағы теңдеуді x тең -3 - y арқылы өрнектейміз. Алынған өрнекті бірінші жолдағы теңдеудегі айнымалының орнына қоямыз. Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуіміз 6y қосылған 30 тең 0-ге. Сәйкесінше айнымалының мәні -5. Осы шыққан айнымалының мәнін бірінші жолға жазып, екінші жолдағы өрнектегі белгілі мәнді y-тің орнына қойып, екінші айнымалы x-тің сәйкес мәнін анықтаймыз. y-тің мәні -5-ге тең болған жағдайда, x-тің мәні 2-ге тең. Жауабын сандар жұбы арқылы көрсетеміз. 2-де -5. Екінші теңдеулер жүйесінің бірінші жолындағы теңдеуді x тең 6 азайтылған y арқылы өрнектейміз. Алынған өрнекті екінші жолдағы теңдеудегі айнымалының орнына қоямыз. Пайда болған бір айнымалысы бар теңдеуіміз -y квадрат қосылған 6y азайтылған 8 тең 0-ге. Сәйкесінше айнымалының мәндері 4 және 2. Осы шыққан айнымалының мәндерін бірінші жолдағы өрнекке белгілі мәндерді y-тің орнына қойып, екінші айнымалы x-тің сәйкес мәнін анықтаймыз. y1-дің мәні 4-ге тең болған жағдайда, x1-дің мәні 2-ге тең. y2-ның мәні 2-ге тең болған жағдайда, x2-ның мәні 4-ге тең. Жауабын сандар жұбы арқылы көрсетеміз. 2-де 4, 4-де 2. Жауаптарыңыз сәйкес келсе, бәрекелді. Сіздерге арналған өзіндік жұмыс. y-тен 1 қосылған x-тен 1 тең 1-ге, x қосылған y тең 4-ге, екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарыңыз. Бұл тапсырманың дескрипторы бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектейді, екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілі арқылы шығарады, шешімін нақты көрсетеді. Осы өзіндік жұмысты дұрыс орындайды деген сенімдемін. Сіздерге сәттілік. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін бірге жұмыстанғаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.